Аудандық өнер үйінде жыр оқып зерлі, сыпырып тастап отырған маңдайдан терді. Қарындасың маға деп жырылып топтан жарқылдап, жап-жас келіншек жаныма келді, жақынын тауып алғандай жайран күй кешіп. Жүріңіз үйге деп қоймай алдымды тосып ағалап тұрған келіншек, алдыңғы жылы арқаға келіп қоныпты Алтайдан көшіп. Атанам сонау Алтайдың қырында қалды, биебау қалды, желіде құлында қалды, сағынып дәбден төркінін, көзінің жасын көрпесін сала жүріп ақ сығымдап алды. Күйеуі тойған қозыдай момақан жігіт, ісі көп сөз аз, ер сынды, мінезі сынық. Ауылымыз жайлы айтылған әңгімелерді біресе тынып тыңдайды, біресе күліп. Сағыныш шіркін болмаса жүбіне жеткен, қояды мақтап шүкір деп бүгінін еппен. Ағасы келмей қойыпты қызметін қимай, атана ауру, іні жоқ, сіңілі кеткен. Ем домға тиын ептеген табылып мүмкін, армандап қояды, көркейіп барсам деп бір күн. Шиден ары деп шығарып салғанымызбен төркіннің қамын жеп өтер қыз деген шіркін. Қолынан піскен табанан құртпенен майын алды ғажайып, баппенен қайырды шайын, сақталған сүрі, қатағы кәделішілік анамдай ұстайды екен ау дастархан жайын. Білмеймін неге жанымның сұрауым екен, сағынып мен де жүрген соң ұнадым екен. Қолы да дәмді, ісі епті, уайым адал білікті болса, бір қыз да бір ауыл екен. Аңсаса ауылын түсінем заңдылық жайды, мәжнүн де емес кешетін мәңгіріп қайғы. Қазақстан ба сүйеді Қазақстанды, орысшасынан басқаға шаң жуытпайды. Көкшетау деген қаланың маңындағы ауыл, алыста қалған ауылын сағынған ауыл. Жайланып тірлік кешірер жер екен шіркін, жаныңда ағаң болса егер, жаныңда бауыр. Толқындай нәзік сезімге ағыстар көмген бой ұрып кейде, басылар арыстан кеудең. Сағынып жүрген төркінін қарындас көрсем, ағасы болғың кеп тұрады алыстан келген.